Бүгінгі видеода мен Майнкрафтта жүзгі хардкор ойнайтын боламын. Және де хардкор не екенін білмесеңіздер, мен сіздерге айтайын. Хардкор деген бір игрокқа бір-ақ өмір беріледі. Егер де өлсең, видео аяқталады. Ал кеттік видеоға. Видео бастала салып, ағаштар сындырып бастадым. Кейін версия жасап, одан кирка жасап алдым. Киркамен тас сындырып бастадым. Тастың арқасында өзіме тас кирка жасап алдым. Бағанағы шұңқырдан көмір алып бастадым. Саяхатта жүріп өзіме қойлар мен сиырлар кездестіріп қалдым, және де оларды әрине өлтірдім. Шахтаға түсіп, өрмекшімен шайқасып, кейін мыс табиғат етіп бастадық. Әрине одан кейін мен қайтадан шахтадан шығып кеттім. Айтпақшы, сол шахтада мен железо көріп қалдым, және де ол кішкентай ақ железо екен. Шахтадан шығып, осындай бір бәле көріп қалдым. Атын не екенін ұмытып қалдым. Атын айтып жіберсеңдерші комментарийге. Оған бармас бұрын пештері қойып, өзіме железо, мыс, еттерді қайнатып алдым. Қараңдар, Майнкрафтта осылай төсек қоюға болады екен. Бұл не деген қызық. Екінші күнде мен қайтадан пештеріме барып, олардың піскен-піспегенін көрдім. Рудалардан керек инструменттер мен мыс бронясы алдым. Және де мыналармен шайқасып, големді құтқаруға баратын боламын. Мыналардың сундуктарында не бар екен? Керек емес заттар ғой. Жарайды, алып кете салайық, керек бақалар. Мынаны қараңдар. Бізге голем көмектесін деп шешті. Бізге мынаны міндетті түрде өлтіру керек. Голем бізге көмектессе де біраз өлтіреміз. Големді өлтіріп, железасын алып, кейін зомбимен шайқасқан болатынмын. Болды, қояйық, не болып кетті өз. Енді ұйықтай салайық. Үшінші күнде зомбилармен шайқасып, пешенцалар сындырдым. Сәл жүргеннен кейін портал тауып алдым, және де мен қазір оған баратын боламын. Қазір ашамыз. О май гаш, алтын алма, железный нелер, мынандай магнит, обсидиан бар екен. Және де нәтижелі 5. Еба, бұл өте керемет зат қой. Қасында алтын блоктар бар екен, қазір оны сындыратын боламын. Мына жақта бұл жерге қойып кетті, неге білмеймін, қазір сындырамыз. Порталдың қасынан сәл жүргеннен кейін осындай ауыл кездестіріп қалған болатынмын. Ең бірінші голем өлтіріп алайық, бізге железо береді, ал голем бізге келгені 3 блок беш аламыз, 4. Ё-моё, не кетті мынау. Голем бізге. Ё-моё, не кетті. Ана құйып қалу голем. Үстіне шығып кетті ма голем, кете ала ма не? Бөлі. Ё-моё. Голем құлап кетті. Үйтіп қиналып, големді ақыры енді өлтірген болатынмын. Жетелдің төсегі әдемі екенін өзімдікіме ауыстырып алдым. Бұл әрине ұрлық емес. Кейін ауылдағы пешенсе блоктарын сындырып, ауылды тонап, сынықтарын тонап, әйтеуір дейін кеттік. Бірақ та жетелер нормально зат сатпайды екен. 4-ші күні тым істемедім, бірақ 5-ші күні мынандай ауыл тауып алдым қайттан. Мен келем дегенше уже кеш болып қалды, так что ұйықтаймыз, сосын голем өлтіреміз. Бұл пеш бізге керек. Сундуктың шыңғырайық, нандар, алмалар, картошкалар. Бұл да бізге керек. Зелеварканы сындырып алайық. Ал мына сундукта не бар? Еба, измурттар. Мен ане жерге салатын боламын. Ал енді бізге ағаш керек. Кеш болып қалды, енді қазір біз ұйықтайтын боламыз. Ал кеттік, ағаш сындырып бастайық. Сіздер үшін 30 секунд, мен үшін жарты сағат кетті. Ал енді ауылды бастайық. Келіп қой, уақытта ұшқанша дайын түрін көрсете салайын. Ал, дайын болыңыздар. Oh my god! Wow! Бір қыз айтайын ба, бұның үші әлі дайын емес.
Кеш бол қалыпты, так что қазір ұйықтаймыз. 15 күн келеді. Қой ұйқыдан тұрайық. Бүгін біздің шахтаға баратын күніміз. Шахтада мен лазурит, железо, алмаз қазған болатынмын. Және де тағы да басқа рудаларды қаздым. Так что сендер қарай беріңдер, мен музыка қосып қоямын. Осылайша мен керемет рудалармен үйге оралған болатынмын. Қазір портал жасайтын уақыт. Әрине, мен бұған бірден кірмеймін, себебі мен әлі порталға толық дайын емеспін. Менде сіріңке жоқ екен, қазір жасаймыз. Бірақ менде сіріңкеге керек қаратас жоқ екен, оны қазір өзінен тауып алатын боламыз. Ал сіздер оған дейін арнаға тіркел лайктарыңыз бас қойыңыздар. Ақыры дейінді таптым ау. Енді бар олғаны сіріңкені жасап, портал жағуына алды. Енді алмаз инструменттер мен алмаз броня жасау керек. Және де кеш батарда тростниктарды жинап, кейін үйге келіп ұйықтадым. Азанда тұрып, зачарованный стол жасап алдым да, оны үйдің екінші этажына қойып қойдым. Кейін үйдің сыртындағы эндерменге қарап, оны есікке кіріп өлтіріп тастаған болатынмын, және де ол өте көп уақыт алды, себебі ол эндермен. Және де ол маған жер блогы мен өзінің көзін берді. Бұл әрине өте жақсы. Эндерменді өлтіргеннен кейін өзім талпа тростниктарымды судың қасына екі тастаған болатынмын. Олар өте көп болды. Ішкеден кейін кітап блоктарын жасап, оны зачарованный столдың қасына қойып тастадым. Осы екінші күн өзімнің еккен тростниктарымды жинап алдым. Және де одан қайттан кітаптар жасап, зачарованный столға қойдым. Мен қазір ферма салатын боламын. Ал сендер жай ғана бақылап отырыңыздар. Көп созбай дайын тұрын қараңыздар. Өте әдемі және де мінсіз жасалған. Міне модтар да түсіп жатыр. Алды күн AFK тұрудың нәтижесін қараңдар. Заттар зачарат етіп алдық. Енді атқа барудың кезі келді. Ал кеттік атқа. Маған дәл қазір бастион немесе крепост табу керек, себебі онсыз Майнкрафтты аяқтай алмаймыз. Ең маңыздысы крепост. Бастион ол жай ғана пилигримдер жүрген жер.
65 күн крепесте болуп, сыныптар тонап, ол жакта мобтермен шайкасып, акыр деңди ифриттер спаун табып, ол жакта ифриттермен шайкасып, 16 ниж. Ой, 16 деппин го, 12 нижин алдым. Ой, 12 деппин го, 6 ифритте жашашын жинап алдым. Игинен ояктагы эндермендерди өлтүрүп, айтер дегенде порталга айткан болатым. 48-62 күндер аралыгында жай гана эригип жүрдүм, заттарды активировать этип, тагы да трасингдарды сындырып, ана мынау. Ал 64 күнү драконго дайын болдум. Драконду мен 4 күн издедим, 68 күн дракон таптым. Достар, мен ровно 70 күн дракон аяктаган болдум. Достар, 100 күндө аяктамадым. Келесі жолы 100 күн толук видео түсүрөтүн боламын. Осы жерден видео аяктаймын. Сизерге рахмет толук көргөндөрүңүзгө. Ал барлыктарыңызга сау болуңуздар. Әлі көптөгөн хардкорлар түсүрөтүн боламын. Ал достар, мен ровно 70 күнү драконду аяктаган болатымын, бирок да осы кезде видео аяктаймын, себеби менде отбасылык шаруалар болуп калды. Ал барлыктарыңызга сау болуңуздар. Келесі видеода ровно 70